2005 жыл. Италия, Иврея қаласы. Студенттер электрониканы үйренуде қиындықтарға тап болды. Осы кезде Массимо Банци қарапайым әрі қолжетімді Arduino платформасын жасап шықты. Ол студенттеріне өз құрылғысын таныстырып, әрі қарай осымен жұмыс жасайтынын айтты. Студенттер Arduinoны тез үйреніп, жақсы жұмыстар жасай бастады. Arduino қарапайымдылығы мен қолжетімділігі арқасында бүкіл әлемге тез таралды. Бүгінде Arduino робототехникада, ақылды үйлерде және білім беруде кеңінен қолданыла. Мен Arduino кішкентай ғана ми, бірақ үлкен мүмкіндіктермен. Сен жатчиктерден ақпар арқылы мен шам жаға аламын, қозғалтқышты іске қосамын, тіпті роботты басқарамын. Сәлем білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Arduino дегеніміз не? Arduino бұл электронды құрылғылардың миы. Мысалы, адамның миы көзге, құлаққа қарап сыртқы әлемді сезеді ғой. Дәл солай Arduinoның құлақтары мен көздері бұл түрлі сенсорлар. Ең бастысы, біз бұл миға өзіміз қалаған команданы жазып, оны басқара аламыз. Ол үшін бізге тек компьютер және кішкене ғана код қажет. Мынау бізде Arduino. Arduinoның ең басты бөлігі бізде мынау қара төртбұрыш микроконтроллер. Сонымен қатар бізде екі шетінде пиндер орналасқан. Бұл пиндерді біз сымдар арқылы жалғайтын боламыз. Және бізде мұнда берілген Digital пин, бұл бізде сандық пиндер деп аталады, олар 0-ден 13-ке дейін. Ал екінші бізде аналогтық пиндер. Аналогтық пиндер A0-ден A5-ке дейін. Сонымен қатар бізде қуат пиндер берілген. Қуат пиндері бізде 5В мен 3В. Бұл бізде плюс, яғни біз тоқ күшін бере аламыз. Сонымен қатар бізде GND, яғни бұл бізде минус тұйықталу. Ал келесі бізде WIN, ол бізде қандай да бір сырттан тағы да бір қуат көзі қосылған жағдайда біз тағы да осы арқылы тарата аламыз қуат көзін. Және біз осы сым арқылы компьютерімізге осында USB порт арқылы жалғайтын боламыз. Сонымен қатар бұл құрылғыда жарық диодтары орналасқан, яғни олар жанып тұрса плата жұмыс істеп тұрғанды білдіреді. Әрі қарай бізде TX және RX деген шамдары бар. Олар Arduino және компьютер арасында ақпарат алмасқан кезде жыбылықтайды. Бізде TX ақпаратты жіберу, RX ақпаратты қабылдау. Бізде Arduino миы болса, бізде breadboard сол Arduinoның жеке жүйесі болып табылады. Яғни біз мұнда резисторларды, сымдарды, жарық диодтарын жалғай алатын боламыз. Бізге бұл қарапайым көрінгенмен, бұның астында металл пластиналар бар, яғни бұл бізде тоқтарды өткізетін болады. Сонымен қарайтын болсақ, бізде мұнда екі сызық берілген, қызыл және көк. Ол мына жоғарыда да астында да бар. Бұл бізде қызыл сызық, бұл бізде плюс, яғни 5В мен 3-3 вольтты қабылдайды. Ал бізде минус ол көк сызық, яғни бізге мұнда GND-ға жалғаймыз. Яғни тоқ көзін өткіземіз. Сонымен қатар бізде ағылшынның E әріпінен G әріпіне дейін берілген ортадағы мәндер бар. Яғни бұл жерде біз жарық диодтарын, резисторларды, сонымен қатар сымдарды жалғаймыз. Яғни бұл өзара арасындағы байланысты орнатады.